Сәлеметсіздер ме? Мен Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Қуатова Гүлдана Алайдаровна. Менің жаппай онлайн курсыма қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы фитбол аэробика. Фитбол омыртқаны сауықтыруға бағытталған жаттығуларға арналған арнайы топ. Бұл арқа ауруларын емдеудің және алдын алудың тиімді әдісі. Фитболда орындаған жаттығулар омыртқадан жүктемені алып тастауға, қалып пен буын қозғалғыштығын жақсартуға, бұлшықеттерді нығайтуға мүмкіндік береді. Фитбол және оның пайдасы. Фитбол бастапқыда жеке және мемлекеттік клиникаларда омыртқа проблемалары бар науқастарды емдеу мақсатында құрылды. Допты пайдаланатын сабақтарының мақсаты жарақаттар мен хирургиялық араласудан кейін арқаны қалпына келтіру. Доп тез танымал бола бастады және тек оңалту снаряды ретінде қолданыла бастады. Бүгінде ол спорт мекемелері үшін де, үйде белсенді пайдалану үшін де сатып алынады. Үнемі доппен орындалатын омыртқаға арналған жаттығулар көмектеседі. Бұлшықет көрсетін нығайту, омыртқа қалпын тегіс ету, ылмықтан арылу. Бұл тактильді, визуалды, вестибулярлық және қозғалтқыш аппараттарының қызметін бір уақытта бастауға қабілетті жалғыз әдіс. Доппен жаттығу ыңғайлы, сондықтан ол кез келген жастағы адамдар үшін, тіпті жүкті әйелдер үшін де өте қолайлы. Доппен жаттығуға көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. Допты қолдану семіздікке шалдыққан және физикалық белсенділіктің жоғарылауына қарсы адамдарға, сондай-ақ денсаулығына байланысты проблемалары бар адамдарға ұсынылады. Доптағы омыртқа жаттығулары тірек қимыл аппаратына әсер ету жылдамдығын айтарлықтай төмендетеді. Допты қолдану сабақтары біртіндеп жүргізілетіндіктен, буындар мен байламдарды жарақаттау мүмкіндігі толығымен алынып тасталады. Фитбол жаттығулары буын жарақаттар мен варикозды тамырлары бар адамдар үшін өте қолайлы. Бірқатар жағымды жақтарға және қауіпсіздіктің жоғары деңгейіне қарамастан, допты жаттығуға тыйым салатын бірнеше қарсы көрсеткіштер бар. Оларға мыналар жатады: жүрек қан тамыр жүйесінің функционалдығының бұзылуы, ішкі органдарда патологиялық процестердің болуы, омыртқа аралық дискілер айманамуы. Егер денсаулыққа байланысты проблемалар болса, онда денеге жүктеменің ең жақсы нұсқасын таңдап, қажет болған жағдайда оны реттейтін жаттықтырушымен сабақ өткізген дұрыс. Фитболды пайдаланудың бірнеше ережелері бар, оларды ұстану маңызды. Доптағы алғашқы физикалық жаттығулар қарқынды болмауы керек. Олардың аралығын біртіндеп арттыру қажет. Сабақтарды қиындату үшін допты мүмкіндігінше үрлеп алуға болады, осылайша оны икемді және тұрақты етеді. Бұл гимнастика кезінде бұлшықет кернеуіне ықпал етеді. Құрал қауіпсіз, ол жарылып кетпейді, тек зақымдалған кезде босайды. Доптағы сабақтар максималды пайда келу үшін оны таңдауға ерекше назар аудару керек. Таңдау кезінде сіз айналысатын адамның бойы мен жасын ескеруіңіз керек. Ең алдымен бұл оның диаметріне қатысты. 5-10 жас аралығындағы балалар 55 см, бойы 150-ден адамдар. Санстен асатын адамдар 85 см. Маңызды, жаттығатын адамның салмағы 130 кг-нан аспау керек, дегенмен фитбол 300 кг-ға тең статистикалық жүктемеге төтеп бере алады. Доптардың бірнеше түрі бар, ортопедиялық, жүкті әйелдерге арналған, ыңғайлы болу үшін арнайы тұтқалармен жабдықталған. Секіргіш доп сәбилерге арналған. Қыздырыну біркелкі жүргізілу керек. Доптағы гимнастиканы меңгеру үшін төмендегі жаттығуларды күнделікті орындау керек. Доппен, фитболмен емдік гимнастика жаттығуларының кешені. Допта отырған қалыптан допқа тірелген қалыпқа өту. Сол аяғыңызда, оң аяғыңыз допта тұр, допта отырған күйге ауысыңыз, содан кейін доптың жанына тұрыңыз. Допта отырып, жанға иіліңіз, қолыңызды қарама қарсы жаққа апара отырып, екінші қолыңыз белде, екі қолыңызды созыңыз. Допта отырып, қолдарыңызды екі жаққа сермеу арқылы аяқтарыңызды кезекпен бүгіңіз. Допта отырып, тік аяқтардың кезектесіп серпілуін орындаңыз, қолдарды жанға апару. Еденде отырған қалыптан допты бүгілген аяқтардың арасына қойыңыз, допты қолыңызбен алға қарай домалатыңыз, аяқтарыңызды түзетіңіз. Арқаңызда еденге жатып допта түзу аяқтар, допты аяғыңызбен бөксеңізге қарай домалатыңыз, жамбасыңызды көтеріңіз.
Қорытынды физикалық белсенділік бұл тек биологиялық емес, сонымен бірге әлеуметтік мәні бар өмір сүрудің қажетті шарты. Ол онтогенездің барлық кезеңдерінде тірі организмнің табиғи биологиялық қажеттілігі болып саналады. Дене шынықтыру спецификалық емес, жалпы профилактикалық және функционалды қалпына келтіру терапиясының ең тиімді факторы. Арнайы медициналық топтарда сабақ өткізу әдістемесінің ерекшелігі бұл дені сау студенттермен сабақ өткізгенге қарағанда медициналық және биологиялық ғылымдар, педагогика, психология заңдылықтарына көбірек сүйенуді қажет етеді. Дене жаттығулары орталық жүйке жүйесінің жетекші рөліндегі ағзаның негізгі өмірлік процестерін реттейтін фактор болып табылады. Олар жүрек-қан тамыр жүйесінің жұмысы үшін қолайлы жағдай жасайды және функционалды қызметті арттыруға ықпал етеді. Дене жаттығуларының әсерінен бүкіл дене әртүрлі физикалық жаттығуларға бейімделеді. Бұл адамның физикалық және ақыл-ой қабілеті үшін өте маңызды. Денсаулығы нашар студенттермен оқу сабақтарын өткізу әдістемесі оқытушының бақылауы мен теориялық, практикалық, бақылау және өзіндік сабақтардан тұруы тиіс. Олар оқытудың ерекше әдістемесімен анықталады. Тәжірибелік сабақтардан босатылған денсаулығында ақауы бар студенттерді сауықтыру жұмыстары күрделі процесс болып табылады. Онда дене тәрбиесінің әртүрлі нысандары, құралдары, жолдар мен әдістерін қолдануға жүйелі тәсіл қажет. Бірақ басты мақсаты денсаулықты сақтау және олардың қозғалыс белсенділігін дамыту. Дене жаттығуларының дұрыс ұйымдастырылған жүйелі сабақтары студенттердің денсаулығын нығайтудың маңызды құралы болып табылады. Олар дене дамуын жақсартып, ағзаның функционалдық мүмкіндіктерін арттырады, емдік арнайы медициналық топқа кіретін студенттердің денсаулығын қалпына келтіреді және олардың дене дайындығының деңгейін жақсартады. Сабақтың жоғары тиімділігі әдістемелік тәсілдерді дұрыс таңдау арқылы қамтамасыз етіледі. Әр сабақтың мазмұнын анықтай отырып, оқытушы шұғылданушылардың денсаулық жағдайы мен дене дайындығына сәйкес дене тәрбиесінің тиімді құралдары мен әдістерін таңдап, қолдана білуі тиіс. Сонымен қатар, оқытушы студенттердің денсаулық жағдайындағы әртүрлі ауытқуларды ескере отырып, көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштерін анықтап, дене жүктемесін дұрыс есептеуі қажет. Ауырғаннан кейін студенттерді дене жаттығуларына жіберу мерзімін білуде маңызды. Назарларыңызға рахмет.